От жалындаған ит. Ертеде аспан төңірінде әртүрлі ел мекендепті. Олардың ішінде қараңғылық елі деген қазақ елі болыпты. Оның іші тас қараңғы екен. Ол жақта көзге ештеңе көрінбепті. Елдің іші тым қараңғы болғандықтан түк көрінбейді. Мына қараңғылық мені жалықтырды, деп қараңғылық елінің патшасы қараңғы жерде өмір сүруді ұнатпапты. Олардың қасындағы басқа барлық елде жарық болыпты. Қайда барса да жарқырап тұрыпты. Ал қараңғылық елінде барлық зат қара болып көрінеді екен. Патша: бізде күн мен ай жоқ, сондықтан түк көрінбейді. Күн мен ай болса, жеріміз жарық болар еді. Басқа ел секілді жарықты қайдан аламыз? Қалай күнді ұрлап әкетеміз? Деп ойлайды екен. Ол ұйықтап тұрған сайын тек қана жарық туралы ойлай беріпті. Жоқ, жарықсыз болмайды. От жалынды итке айтып, күнді ұрлап әкелу керек, деп патша жалғыз өзі шешім шығарады. Бұрыннан қараңғылық елінде от ұрлап әкелуге жұмсаған от жалынды ит деген иттер өмір сүреді екен. Сол иттердің ішіндегі қабаған өте күштісін патша шақырып, бұлай деп бұйрық береді. От жалынды ит, өзің білесің, біздің жерімізде жарық жоқ. Жарықсыз өмір сүру қиын. Сен алыста жарқырап тұрған күнді ұрлап кел. Оны ұрлап әкелсең, саған үлкен сыйлық беремін. Мақұл, қараңғылық патшасы, мен міндетті түрде жарық күнді ұрлап әкелемін. Ит патшаның бұйрығын алып күнді ұрлап әкелу үшін күн еліне жолға шығады. Сөйтіп біраз жол жүріп жарық күнге жақындайды. Күн ыстық, домалақ шар екен. Ол келе сала ойланбастан ыстық күнді қатты тістеп қалады. Бірақ күннің ыстығына шыдай алмай оны түкіріп тастайды. Не деген ыстық, мынаны қалай апарамын, деп күнге қарайды. Өмірде мұндай ыстық нәрсені көрмепті. Сондықтан жарықсыз қайтатын болды. Қалай болса да күнді ұрлап апаруым керек, деп ол тағы бір рет күнді тістейді. Бұл жолда күннің ыстығына төзе алмайды. Аузы күйіп қала жаздап күнді түкіріп тастайды. Осылай бірнеше рет күнді тістеп көреді. Өзімен бірге алып кете алмайды. Сөйтіп патшаға қайтып келеді. Күнді ұрлап әкелмегені үшін оған қаһарлы патша разы болмайды. Шыдамсыз, неге ыстық деп түкіріп тастадың, деп сұрайды. Ашулы патша: олай болса айды ұрлап әкел, деп екінші рет бұйрық береді. Осы жолы айды ұрлап әкел. Ай ыстық емес, ол күн секілді жарық емес. Алайда жарықсыз отырғаннан жақсы, дейді патша. Ит тағы да айға қарай жылдам барады. Аспандағы ай
мұз шарға ұқсайды, бірақ ай өте суық еді. Ол суық болса да жерге жарығы түседі. Бұл жолы ит тез барып айды ұрлап әкелемін деп ойлайды. Бара салып айды тістейді, бірақ ай мұздай суық екен. Оған ит шыдамайды, тағы да түкіріп тастайды. Өте қатты суықтан аузы үсіп, тістері сынып кете жаздайды. Бірнеше рет тырысып көреді, бірақ түк шықпайды. Қайта түкіріп тастайды. Тағы да күшті ит жарықсыз қайтады. Қолынан түк те келмейді екен. Айды да әкеле алмадым ба? Деп патша итке ұрсады. Одан әрі қараңғылық елі жарығы жоқ ел болып өмір сүре береді. Патша ойға берілген сайын жарығы бар елдерге қызығады. Күні бар елдерге қараған сайын қараңғылық елі адамдарды көңілсіз болады. Жарықсыз өмір сүреміз деп уайымдайды. Шіркін-ай, күн мен ай болғанда деп патша армандайды. Одан кейін ол басқа от жалынды иттердің бәрін шақырып, оларға бұйрық береді. Маған күнді алып келіңдер деп бірінші күнге жібереді. Айды алып келіңдер деп екінші айға жібереді. Бірақ патша қанша қаласа да иттер құр қол қайтып отырады. Бұған патша қатты шуланады. Ол иттерді көп жібереді. Күн мен айды әкелу үшін қиын болады. Патшаның бұйрығын алған сайын иттер ырылап үлейді. Күн мен айға қайта барады. Ыстық пен суыққа олар шыдай алмайды. Күн мен айсыз қараңғылық елінде ешкім уақыттың қалай өтіп жатқанын білмейді. Күн мен ай жоқ елде ешқашан кеш батып таң атпайды. Өйткені онда тек қараңғы. Онда халық көзін қанша ашса да, көзін жұмып тұрғанмен бірдей болады. Бұған оларға қайғырып қатты күрсінеді. Елдің іші күрсініс басты. Қараңғылық елінденің патшасы қараңғы от жалынды иттерге: күнді ұрлап әкел, айды ұрлап әкел деп бұйрық бердің. Көп иттер күн мен айды әкелу қиын екенін біледі. Патшаның бұйрығын орындау үшін олар тырысып көреді. Бірақ күн мен айдың ыстығы мен суығы шыдамай күздің қараңғылау болып күннің беті көрінбей кетсе, ай жоғалып қайта көрінсе, осы күндері от жалынды иттер күн мен айды тістеп түкіргенде деп айтады. Кенет күндіз қараңғы болса, күннің тұтылуы, ал ай шықпаса, айдың тұтылуы деп соған байланыс. Бұрынғы адамдар осындай ертегі ойлап тауып